Деструктивті діни ағымдардың қаупі. Жалпы деструктивті діни ағымдар алғашқы уақытта адамдарға қайырымдылық жасап, көмектесіп, бизнесін жүргізуге, немесе бір машина алып беруге, немесе оқынуының ақысын төлеп беруге сондай қайырымдылықтар жасайды. Негізінде бұл олардың бір жақсы адам, жақсы мұсылмандар деп қалыптасудан алдын біз олардың ертеңгі күні қауіпті мүддесіне итермелейтінін түсінуіміз керек. Жалпы деструктивті діни ағымдардың қаупі көп, солардың ішіндегі ең қауіптісі бұл біздің тәуелсіздігімізден айыру. Олар ислами халифа құрамыз деген жалған ұранды ұрандатып, елімізге іріткі салып, еліміздің тыныштығын бұзып, діни алауыздықтар тудырады.